Вообще-да біреуіміз тез байып кеткіміз келеді, біреуіміз ұзақ өмір сүргіміз келеді, біреуіміз әйтеуір идеальный ешқандай кемшілігі жоқ бір минусын іздеп таппайтын байға тегіміз келеді. Арман жетеді. Сол арманға жету үшін әйтеуір таңның атысы, кештің батысы, қыбыр-қыбыр тіршілік көтеніміз жер ескемейді бар ғой. Түбінде өлемізде қаламыз. Жатыңдар әкесін. Бір құдағиым айтып жүр, барыңда батып жүр, жоғыңда сатып жүр деп. Жатыңдар, демалыңдар. Емеге күйіп пісе бересің, жетпейтін дүние жетпейді. Қарамайтын жігіт қарамай кетсін, әпше азбаңыз, нифига. Мен 3 күнде асып кетем бе деп алдым ғой. Қанша теңге алдық? Вообще, 2400 теңгеге екі сельдерей алдық. Әпше екеуміз таңертең сельдерей ішеміз болды. 3 сағатқа жетпей азамыз, Құдай қаласа. Әпше, вай, банан аймейміз ме? Қайта тұрыпты бана. Вай, маған чүтті тряптан, көз зонтиктің ашты. Көрмәдім ғой. Бәнді маған көрмайсың, көзімі бе? Осы уақытқа дейін алдыңызды кес-кестеп сөйлемей, әпшем деп сыйлап жүрсем де бетіңізге айтайын, 5 кәмпит дұрыс. Әдемі, жетеді 5 штук кәмпит. Неге жетпейді 5 кәмпит? 6 кәмпит дұрыс. Әпше. 6 дегенде ауыздағы келе тұрайын. Әпше 5 деген жақсы. 6 дегенде. Жағдайың қандай дегенде 5 деп жүресің. 6 дегенде ауыздағы келе. 6 туралы бірақ мақал білесіз ба, не бәле? 5 дұрыс. 5 саусақтай әдемі болып түп-түгел тұрады. 1, 2, 4, 5 атау деген дақсы ғой. Мектеп кезінде де 5 деген бағалдыңыз ғой, 6 деген бағалдыңыз ба? Қазір фруктыға баратырмыз ғой, 5 кило алма, 5 кило құрма, 5 кило жүзім аламыз. Жетеді сол, жеткіземіз. 5 кило дұрыс. 6 кило боламыз ғой. 6 түгіл болса, ауыздағы келеді. 5 оламыз әпше. 6. 5 оламыз. Давай спорим 6. 5 килодан аламыз. Сен 5